Қабырғаларды тазалап, жақсылап жуып алдым, сүртіп кептірдім. Енді бұларға горчицаның майын жағып қоямын. Мінекей майды жақсылап жағып алдым. Енді дәмдеу үшін дайындаймыз. Ол үшін мына жерде 2 тіс сарымсақ, чеснок, соған көз мөлшермен ащы қызыл бұрыш қосамын. Паприка, розмарин және тұз. Осы қоспаны қазір мына қабырғалардың сыртына жағамын. Осы қалпында бетін жауып 3 сағатқа қалдырамын. Белгіленген уақыт өтті. Қоямын. Бетін фольгамен жауып тастаймын. Енді 130 градуста қызып тұрған духовкаға 2 сағатқа қоямын. Одан кейін температурасын көтеріп, тағы да 1-1,5 сағаттай ұстаймын. Үстіне кетчуп жағып, тағы да 15 минутқа қалдырамын. Сочный, да? Өте дәмді.